Ассалаумалейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай әдемі, баста ыңғайлы тұратын, артында резинкасы бар, астарымен тігілген тюрбанның тігілу жолын көрсететін боламын. Өте әдемі, барлық қыз-келіншекке жарасады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге осындай ұзындығы 130, ені 18 сантиметрлік ұзын бір бөлшек қажет болады. Мен барби матасынан тігетін боламын. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген матадан тіксеңіздер болады. Астарлық матамыз 130 сантиметр ұзындығы, ені 16 сантиметр етіп, осылай шифон матасынан үйде бар қиып алдым. Бұл жерде бір түсті матаны қолдансаңыздар да болады. Негізгі матамыз бен астарлық матамызды оң бетімен оң бетін бір-біріне теңестіріп, осылай. Содан кейін осы жерінен ұзыннан соңына дейін тігіп шығамыз. 1 сантиметр аралықта түзу етіп, соңына дейін тігіп аламыз. Тігу барысында басында және соңында міндетті түрде закрепка беруді ұмытпаңыздар. Мінекей мен тігіп алдым. Енді осы тігісімізді мына астарлық матаға қарай жатқызып, үстінен бастырып отырып, тағы бір тігіп шығамыз соңына дейін. Содан кейін мына екі жағын теңестіріп, бір-бірімен тағы да бір тігіспен қосып тігіп аламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Мынау бастырып тіккен жағымыз, ал жоғарғы жағын міне соңына дейін тігіп алдым. Енді бізге оң бетіне айналдыру қажет. Осы жағынан оң бетіне айналдырамыз. Менде көк жағы сыртқы беті, ал астарымыз осындай гүлді болады. Енді осы жерде әдемілеп тігістерімізді жатқызып, үтіктеп аламыз. Астарлық матамыз бетіне қарай шығып кетпеу керек. Осы жерде матамыздың қақ ортасын тауып алу қажетпіз. Ол үшін бір-бірімен теңестіреміз. Сол центрді инемен немесе бормен белгілеп кетсеңіздер болады. Мен ине түйрелеп қоямын. Осы түйрелегеннен кейін матамызды жатқызып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, оң жағын мына жаққа қарай, сол қолымдағы матаны осы жаққа қарай осылай айқастырып қойып аламыз. Бұл мына жақтан төменгі жағынан басымыз кіреді. Енді мына үстіңгі матаны қайтадан солға қарай, ал мына матамызды айқастырып аламыз. Енді мұқият болыңыздар, осы жерде тігістері бар ғой, міне екеуінің тігістерін бір-біріне келтіріп, инемен түйрелеп аламыз осы жерін. Содан кейін осы астарлық мата жағынан бастап, мінекей айналдырып тігіп шығамыз. Тігу барысында сіздерге түсінікті болады. Астарлық матадан бастап, осылай айналдырып тігіп келе жатқанда, соңына дейін тігілмейді. Осындай кішкентай тесік қалады. Орта жағынан, осы астарлық мата жағынан кішкентай тесік қалады, мінекей. Бұл тесіктен қазір біз резинкамызды өткізетін боламыз. Қыздар, енді тюрбанымызды ретке келтіру қажет. Мынағыдай алды айқасу үшін осы жерде центрін белгілеп қойдық қой. Сол жерді қайтадан дұрыстаймыз. Оң жағын осылай қарай, сол жағын осылай оңға қарай, сосын жоғарғы жағын просто айналдыра қоясыздар. Сол кезде алды осылай айқасып шығады. Енді осы тігіс бар ғой, артқы жағында тігісті мына центріне келтіріп, инемен екеуін осылай түйрелеп аламыз. Содан кейін астыңғы жағынан ұстап тұрып, қолымызды астыңғы жағынан кіргіземіз, осы ине тұрған жерден. Екеуін беттестіріп, инемен түйрелеп қоямыз. Шатасып кетпес үшін инемен түйрелегендеріңіз дұрыс. Енді осы жерлерін бір-біріне келтіріп, айқасқан жерге дейін түзеп етіп қосып тігіп аламыз. Айқасқан жерге қатты тақап тігудің қажеті жоқ. Тігу барысында өзі белгілі болады. Осылай тігіп аламыз осы жерін. Содан кейін екінші жағында қосып тігіп аламыз. Мінекей осы жерін. Тігу барысында астарлық матаңыз
негізгі матаға қарай, яғни сыртқы бетіне қарай шығып кетпеу қажет, соны мұқият болыңыздар. Мінекей, алды осылай айқасқан, көріп тұрғандарыңыздай. Енді теріс бетіне айналдырамыз. Осы жерінде міне тігісі бар жағына резинканы тігетін боламыз. Ол үшін мана қалдырып кеткен тесік арқылы резинканы өткіземіз. Бізге ені 2 сантиметрлік, ұзындығы 10 сантиметрлік резинка қажет болады. Осы төменгі жағында біздің резинкамыз тұрады. Ол үшін осы тігіс тұрған жерден 8 сантиметрді солға қарай белгілеп аламыз. Мен міне инемен қадап қоямын. Екінші жағын тігіс тұрған жақтан оңға қарай 8 сантиметрді белгілеп аламын. Сол кезде бізде 16 сантиметр болады. Сол аралыққа резинкамызды орналастырып аламыз. Қозғалып кетпес үшін инемен түйрелеп қойғандарыңыз дұрыс, екі жағынан да. Резинкамыздың шетінен бастап қайта-қайта тігіс түсіреміз, шығып кетпес үшін. Содан кейін осылай бұрылып, мына жерден тартып отырып, резинкамызды дұрыстап аламыз. Содан кейін тартып отырып, екінші жағына дейін тігіп шығамыз. Созып, осылай барынша тартамыз. Екінші шетіне жақындаған кезде инеңізді алып тастауды ұмытпаңыз. Содан кейін қайта-қайта тігіс түсіріп, резинкамызды тігіп аламыз. Мінекей, біздің резинкамыз осылай әдемі болып тігіледі. Манағы қалдырып кеткен осы жердегі тесікті машинкамен тігіп кетуді ұмытпаңыздар. Осы тігістің жоғарғы жағынан міне бірдей етіп ұстаймыз да, осы айқасқан жерге дейін теңестіріп аламыз. Содан кейін теріс бетіне айналдырып, осы аралықты машинкамен түзеу етіп қосып тігіп аламыз. Әр тігістің басында және соңында закрепка беріп отыруды ұмытпаңыздар, тігістеріңіз сөгіліп кетпес үшін. Мінекей, алдыңғы жағы осындай болып шықты. Жоғарғы жағын тігіп алдық, мінекей. Енді осы тігіс тұрған жерден осы бұрышынан ұстап тұрып, әдемілеп, жиырып, осылай видеода көргендеріңіздей етіп тігу қажетпіз. Мен қолмен көктеп тігіп алдым. Енді осы тіккен жерімді машинкада тігетін боламын. Ол үшін қолымызбен мына жиырған жерлерді біркелкі етіп отырып, асықпай түзеу тігіп аламыз. Тюрбанымыз өте әдемі болып шығып жатыр. Енді әркімнің өз бас өлшеміне қарай осы жерін өлшеп, мысалы 30 сантиметр қылып өлшеп алсақ, 60 размерге келеді. Содан кейін 30-ды өлшеп аламыз да, осы жерін ұстап тұрып, тігіс түсіреміз. Тюрбанымыз дайын, өте әдемі, барлық қыз-келіншектерге жарасады, және тігілу жолы өте оңай, мата шығыны аз, артында осындай резинкасы бар, барлық қыз-келіншектердің бас өлшеміне келеді. Сіздер де тігіп көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.